Мінекей, мен 21-ші рядта соңына келдім. Енді алғашқыда бастаған 3-ші воздушный петляға осылай байланыстырамын. Енді 22-ші қатарды біз алдыңғы қатарларды тоқығандай етіп аркадан бастаймыз. Ол үшін осылай аркаға байланыстырып келтіріп аламыз және 3 воздушная петля. Енді алдыңғы қатардағыдай узор тоқимыз. Бір столбик без накида, 2 воздушная петля, жіпті орап алып, осында тағы да 2 столбик, бір накидкамен 2 столбик, енді 1 воздушная петля, жіпті орап алып, келесі элементке де дәл осындай элемент тоқимыз. 2 столбик, 1 накидпенен 2 воздушная петля, жіпті орап алып, тағы да осы жерге 2 столбик, 1 накидпенен. Енді 3 воздушная петля. Мына жерде ең соңғы бір арка қалды. Біз осы аркаға крючогымызды салып, осылай 1 столбик тоқимыз. Тағы да 3 воздушная петля, жіпті орап аламыз. Келесі мынау элементке дәл осындай элемент тоқимыз. Екі воздушные, жіпті орап аламыз. Мінекей, енді 1 воздушная петля, жіпті орап аламыз. Келесі элементке де дәл осындай элемент тоқимыз. Енді 1 воздушная. Енді әрбір осындай арочкалардың барлығына біз алдыңғы қатарларда тоқығандай етіп, осылай кішкентай арочкаларды байланыстырып тоқып шығамыз. Ол үшін бірінші арочкаға крючогымызды салып, жіпті алып шығамыз да, осылай столбик без накида тоқимыз. Енді 3 воздушная петля, келесі арочкаға крючогымызды салып, осылай тағы да столбик без накидамен байланыстырамыз. Осылай осы узордың соңына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, тоқып шықтық. Енді 1 воздушная петля, жіпті орап аламыз. Мына 2 элементке бас жағында тоқығандай етіп, дәл осындай элемент тоқимыз. Екеуінің ортасында 1 воздушная петля болады. Жіпті орап аламыз. Мына алдыңғы қатардағыдай элементті тоқимыз. 2 воздушная, жіпті орап алып, тағы да осы жерге 2 столбик с одним накидом. Енді 1 воздушная петля, жіпті орап алып, келесі элементке де дәл осындай элемент тоқимыз. Енді 3 воздушные. Тағы да мінекей, мына жердегі жалғыз арочка қалды. Сол жерге крючогымызды салып, столбик без накидаменен байланыстырып, тағы да 3 воздушные петля тоқимыз. Жіпті орап алып, келесі осы элементтерді алдыңғы жағында тоқығандай етіп, осы өрнек қайталанып кете береді.
22-ші қатарды соңына дейін өздеріңіз тоқып шығыңыздар. 22-ші қатарды тоқып бітірдім. Мінекей соңғы арочкаларды тоқыдым. Енді бір воздушный петля және алғашқы бастаған жердегі 3-ші воздушный петляға байланыстырамыз. Енді 23-ші рядты бастау үшін біз тағы да осы арочкаға қарай өтеміз. Осылай байланыстыру арқылы енді жоғары қарай 3 воздушный петля және осы элементті тағы да қайталап тоқимыз. 2 воздушный жіпті орап алып, осы арочкаға тағы да 2 столбик. Бір накидпенен 2 столбик тоқимыз. Және келесі элементке тағы да жібімізді орап алып, келесі элементке де осылай екі воздушные, тағы да 2 столбик бір накидпенен тоқимыз. Енді бір воздушный жіпті орап аламыз, келесі элементке де осылай дәл осындай элемент тоқимыз. Жіпті орап аламыз. Мінекей 4-ші элементке де осындай элемент тоқимыз. Мінекей. Енді бір воздушный және жаңағы 22-ші рядта тоқыған осындай кішкене арочкаларға тағы да дәл осындай етіп арочкалар үстінен тоқимыз. Ол үшін бірінші арочкаға крючогымызды салып, жіпті іліп алып шығамыз және бір столбик без накида осылай байланыстырамыз. 3 воздушный петля. Келесі арочкаға да осылай байланыстырып бір столбик тоқимыз. 3 воздушный. Келесі арочкаға да дәл осылай. Осы узорды соңына дейін осылай тоқимыз. Арочкаларды тоқып болдым. Енді бір воздушный петля. Жіпті орап аламыз. Енді келесі элементтерге дәл осындай элементтер тоқимыз. Біреу, екеуінің ортасына бір воздушный петля және келесі бетіндегі осы екеу. 4 элементті алдыңғы қатарда қалай тұр, солай тоқимыз. Бір столбик с накидом, екінші столбик с накидом, 2 воздушные, жіпті орап алып, тағы да осы арочкаға 2 столбик с накидом. Жіпті орап аламыз, келесі арочкаға да осылай 2 столбик, бір накидпенен 2 воздушный, тағы да осы арочкаға 2 столбик, бір накидпенен. Енді бір воздушный. Жіпті орап аламыз. Неке келесі жағындағы 2 осындай элементке дәл осындай элемент тоқып шығамыз. 2 воздушный. Және тағы да осы арочкаға 2 столбик, бір накидпенен. Жіпті орап аламыз. Келесі элементке де дәл осындай элемент тоқимыз. Бір воздушная. Енді арочкалардың әрқайсысына осындай арочкалар тоқып шығамыз. 23-ші рядты осылай соңына дейін осы узорларды қайталап тоқып шығасыздар. 23-ші қатарында соңына келдім. Неке бір воздушный петля и 3-ші воздушный петляның ең жоғарғы 3-ші петлясын тауып алып, сол жерге
осылай бекітемін. Енді 24-ші қатар. Бұл да алдыңғы қатарлар сияқты арочкадан басталады. 3 воздушные петля. Жіпті орап аламыз. Осы аркаға бір столбик, накидпенен бір столбик, 2 воздушные. Жіпті орап аламыз. Және тағы да осы элементті қайталап тоқимыз. Жіпті шалып аламыз. Келесі элементті де осылай алдыңғы қатардағыдай етіп тоқимыз. Тағы да жіпті орап аламыз. Келесі тағы да осы 2 элементті алдыңғы қатардағыдай етіп тоқимыз. 1 столбик, 2 столбик, 2 воздушная петля. Жіпті орап аламыз. Тағы да осындай 2 столбик осы арочканың ішіне тоқылады. Жіпті орап аламыз. Келесі аркаға да дәл осы элементті қайталаймыз. 2 столбик, 2 воздушный. Жіпті орап алып, тағы да осы арканың ішіне 2. Осы 4 элемент осылай қайталанып тоқылады. Енді 1 воздушная петля. Енді мына арочкаларға алдыңғы қатардағыдай тағы да бір арочкадан тоқып шығамыз. Бірінші аркаға крючокты салып, жіпті іліп аламыз. Осылай екеуін бір тоқып, без накида столбик жасаймыз. Енді 3 воздушная петля. Келесі арочкаға да осылай столбик без накида. 3 воздушная петля. Келесі арочкаға да осылай столбик без накида. Осы арочкаларды соңына дейін тоқимыз. Соңына дейін тоқыдым. Енді 1 воздушная петля. Тағы да осы 4 элементті осылай қайталап тоқып шығамыз. Және осы узорларды соңына дейін қайталанып тоқыла береді. 4 элемент арочкаларды тоқимыз. 1 воздушная петля. Тағы да 4 элемент осылай тоқылады. 1 воздушная петля, арочкаларды тоқимыз. Осылай соңына дейін өздеріңіз тоқи бересіздер. Мен 24-ші қатардың соңына келдім. 1 воздушная петля. Және осы 3-ші воздушныйға байланыстырамыз. Енді 25-ші қатарды алдыңғы қатарлар сияқты арочкадан бастаймыз. Осылай байланыстырып арочкаға келдік. Енді 3 воздушная петля. Жіпті орап аламыз. Осы арочкаға алдыңғы қатардағыдай элемент тоқимыз. Енді бізден мына 4 элементтен 3 элемент шығаруымыз керек бұл жерден. Енді жіпті орап аламыз да, мына 2 элементтің ортасындағы аркаға дәл осындай етіп 1 столбик с накидом, жіпті орап алып, тағы да осы жерге 2-ші столбик с накидом, 2 воздушная петля, жіпті орап алып, тағы да осы жерге 2 столбик с накидом тоқимыз. Тағы да жіпті орап аламыз. Енді ең соңғы элемент, мынау 4-ші элементке тоқимыз. 1 столбик, жіпті орап алып, 2-ші столбик с накидом, 2 воздушные, жіпті орап аламыз. Тағы да осы арочкаға 2 столбик, 1 накидпенен. Алдыңғы қатарда бізде 4 элемент болып еді, енді осы тұрғанда 3 элемент шығардық. Енді 1 воздушная. Келесі арочкаларға алдыңғы қатардағы сияқты етіп тоқимыз. Бірінші арочкаға крючогымызды салып, 1 столбик без накида, 3 воздушный. Келесі столбикқа, келесі аркаға да осындай 1 столбик без накидамен байланыстырып, осы арочкаларды соңына дейін тоқып шығамыз. Арочкаларды тоқып шықтым. Енді 1 воздушная петля, жіпті орап алып, мына 4 элементтен біз
жаңағы алдында тоқығандай 3 элемент шығарамыз. Ол үшін бірінші арочкаға дәл осындай элемент тоқимыз. Екінші элементті екі тұрған элементтің ортасынан тоқимыз. Үшінші элементті соңғы төртінші арочкаға тоқимыз. Бірінші арочкаға осы элементті қайталаймыз. 2 столбик, 1 накидпенен, 2 воздушная және 2 столбик, 1 накидпенен. Жіпті орап аламыз. Енді мына 2 элементтің ортасынан тоқимыз. 1 столбик накидпен, екінші столбик накидпенен, 2 воздушная петля, жіпті орап алып, тағы да осы жерге 2 столбик, 1 накидпенен тоқимыз. Жіпті орап аламыз. Енді соңғы төртінші элементке тағы да осындай элементті қайталап тоқимыз. Бір воздушная петля. Енді арочкаларға алдында тоқығандай етіп, солай тоқып шығамыз. 25-ші қатарды осылай соңына дейін тоқып шығасыздар. 25-ші қатардың соңына келдім. Бір воздушная петля, үшінші жоғарғы жағындағы воздушная петляға осылай байланыстырамын. 26-ші қатарды біз тағы да арочкадан бастаймыз. Үш воздушная петля. Жіпті орап алып, осы элементті қайталап тоқимыз. 2 столбик с накидом, 2 воздушная петля, 2 столбик с накидом. Келесі арочкаға да осы элементті қайталап тоқимыз. 2 столбик, 2 воздушная петля, жіпті іліп алып, 2 столбик с накидом. Келесі элементке де осыны қайталаймыз. 1 столбик, 2 столбик, 2 воздушная, жіпті іліп аламыз. Осы арочкаға тағы да 2 столбик с накидом. Үшеуін тоқыдық. Енді 1 воздушная петля. Енді әрбір арочкаға осылай тағы да тоқып шығамыз. Бірінші аркаға крючокты салып, 1 столбик без накида, 3 воздушная, келесі арочкаға байланыстырамыз. 3 воздушная, келесі арочкаға байланыстырамыз. Тағы да 3 воздушная, келесі арочкаға байланыстырамыз. 3 воздушная, осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Тоқыдық. Енді 1 воздушная петля, жіпті орап алып, 3 элементті дәл осылай қайталап тоқып шығамыз. Бұл 1 воздушная, енді осылай байланыстырып, 3 воздушная петля, келесі андай кішкентай аркаларға крючокты салып, жіпті осылай байланыстырамыз. 1 столбик пенен без накида, 3 воздушная, келесі аркаға осылай байланыстырып, 26-шы қатарды соңына дейін тоқып шығасыздар. Осы узорменен. 26-шы рядты тоқып бітірдім. 1 воздушный петля и 3-ші воздушныйға байланыстырамыз. Енді 27-ші рядты тоқу үшін тағы да 1-ші аркаға дейін осылай жіпті байланыстыру арқылы өтеміз, және жоғары қарай 3 воздушная петля. Бұл 27-ші ряд 26-ші рядқа ұқсайды. Тек бұл рядта 3 элементті тоқығаннан кейін 1 воздушная петля и мына арочкалар әр қатар сайын осы арочкалардың саны азая береді. Қазір мына жерде 1, 2, 3, 4, 5 арочка тұрса, осы 27-ші рядта бұл 5 арочкамыз 4 арочка болып қысқарады. Сосын тағы да 1 воздушная петля и осы 3 элементті қайталап тоқимыз.
Қазір мен сіздерге көрсетем. Осы 3 элементті осылай тоқып шығамыз. Ешқандай өзгеріссіз. Алдыңғы қатарда қалай тоқылды, солай тоқылады. Жіпті орап аламыз. Келесі элементке тағы да осылай 2 столбик, 1 накидпенен, 2 воздушная, және де осы элемент, осы арочкаға 2 столбик, 1 накидпенен. Жіпті орап аламыз. Үшінші элементке де дәл осы элементті тоқып шығамыз. Енді 1 воздушная петля. Арочкалардың әрқайсысына осындай кішкентай арочкаларды тоқып шығамыз. 3 воздушная. Келесі арочкаға крючогымызды салып, осылай байланыстырамыз. 3 воздушный. Тағы да келесі арочкаға крючогымызды салып, осылай байланыстырамыз. 3 воздушный. Келесі арочкаға да осылай крючогымызды салып байланыстырамыз. Енді соңғы арочкаға крючокты салып, осылай байланыстырамыз. 4 арочка қалды. Енді 1 воздушный және мына 3 элементті алдында тоқығандай етіп тоқып шығамыз. Және 1 воздушный және осы элементті әр арочкаға 3 воздушный петля және 1 столбик без накидаменен байланыстырып 27-ші қатарды соңына дейін тоқып шығамыз. 27-ші қатарды да соңына жеттім. 1 воздушная петля және басталған жердегі 3-ші воздушная петля менен екеуін байланыстырамын. Енді 28-ші қатар осы 27-ші қатарға ұқсайды. Бұл қатарда осы арочкадан басталады. Және осы 3 элементті осылай тоқып шығамыз. Алдыңғы қатардағыдай етіп. 2 воздушная, 2 столбик, 1 накидпенен. Жіпті орап аламыз. Келесі элементке де дәл осы узорды қайталап тоқимыз. Жіпті орап аламыз. Және соңғы элементке де осы узорды қайталап тоқимыз. Бір воздушная. Енді әрбір арочкаға осылай арочкалар тоқып шығамыз. Бірінші арочкаға байланыстырамыз. Столбик без накидаменен. 3 воздушная. Келесі арочкаға осылай байланыстырамыз. 3 воздушная. Келесі арочкаға осылай столбик без накидамен тоқимыз. 3 воздушная. Келесі арочкаға осылай столбик без накида. Мінекей 3 кішкентай осындай аркалар тоқылды. Енді 1 воздушная және әрі қарай тағы да осы 3 элементті қайталап тоқып және арочкаларды әрбір арочкаға бір аркадан тоқып шығамыз. Бұл 28-ші қатар. Соңына дейін өздеріңіз тоқып шығасыздар. 28-ші қатардың соңына келдім. Бастапқыда басталған 3-ші воздушный петляға байланыстырамыз. Және арочкаға қарай өтеміз. Арочкаға қарай осылай өтеміз. Енді 29-ші қатар. 29-ші қатар 28-ші қатарға ұқсайды. Осы 3 элементті қалай бар солай тоқимыз. Алдыңғы қатарда қалай тоқылған, дәл солай 3 элемент әр қатардың басында осылай тоқылып отырады. Енді 1 воздушная петля. Кішкентай арочкаларға
әрқайсысына осылай байланыстырып 3 воздушная петля, келесі арочкаға осылай столбик без накидамен байланыстырамыз. 3 воздушная петля, және келесі арочкаға осылай байланыстырамыз. Бізде енді 2 арочка қалды. 1 воздушная петля. Енді мына 3 элементті қалай бар солай тоқимыз, және осы арочкаларға байланыстыру арқылы 29-шы қатарды тоқып шығамыз. 29-шы рядты тоқып болдым. Алдыңғы қатардағыдай 30-шы рядты арочкадан бастаймыз. Ол үшін бірінші, үшінші воздушный петляға осылай байланыстырамыз, және арочкаға осылай жібімізді алып келеміз. Енді 30-шы ряд. Бұл ряд 29-шы рядқа ұқсайды. Бірінші узорды осылай тоқылады. Екінші узорда, үшінші узорда осы еш өзгеріссіз тоқылады. Тек мына жердегі арочканың саны азаяды. Екінші элементке де осы узорды тоқимыз. Жіпті іліп алып, үшінші элементке де осы узорды тоқимыз. Бір воздушная петля. Мына жерде 2 арочка қалды. Соның біріншісіне крючокты салып, осылай без накида 1 столбик тоқимыз, және 3 воздушная петля. Келесі арочкаға осылай столбик без накида. Соңғы 1 арочка қалды бізде. 1 воздушный. Енді мына 3 элементті қайталап осылай тоқимыз, және мына жерге 2 арочкадан 1 арка шығарамыз. Осылай 30-шы рядты соңына дейін тоқып шығамыз. 30-шы рядты да соңына дейін тоқып шықтым. Енді 3-ші воздушный петляменен байланыстырамын, және арочкаға бұлай жіптерді арасынан шығару арқылы арочкаға өтіп аламын да 3 воздушный петля. Енді 31-ші қатар тура 30-ші қатар сияқты тоқылады. Мына 3 элемент еш өзгеріссіз осылай тоқылып шығады. Сосын 1 воздушная петля теремізде, мына соңғы арочкаға тоқимыз. Үш элемент еш өзгеріссіз тоқылып шықты. Енді 1 воздушная петля. Соңғы арочкаға крючогымызды салып, столбик без накида тоқимыз. Тағы да 1 воздушная петля, жіпті орап алып, келесі 3 элементті де бастапқыдағыдай етіп тоқимыз. Үш элемент еш өзгеріссіз тоқылады. Сосын мына 1 соңғы аркаға осылай 1 столбик без накида менен 1 воздушная петля соңғы аркаға байланыстырамыз. Тағы да 1 воздушная петля и осы элементтерді еш өзгеріссіз тоқып шығамыз. Бұл 31-ші қатар. 31-ші рядты тоқыдым. Енді 3-ші воздушная петляға осылай байланыстырып, бірінші арочкаға өтіп аламыз. Енді 32-ші қатар. 32-ші қатарда әр қатардың басында осы 3 элемент ешқандай өзгеріссіз тоқылады. Осы элементтерді тоқып аламыз. 3 элементті тоқыдым.
Енді бір воздушная петля. Келесі 3 элементті де осылай тоқимыз. Жіпті іліп алып, келесі элементке крючогымызды салып, осылай келесі 3 элементті де тоқимыз. 2 столбик, 1 накидпенен, 2 воздушная петля, тағы да 2 столбик, 1 накидпенен осы бір арочканың ішіне тоқылады. Жіпті орап алып, келесі элементті де дәл осылай тоқып шығамыз. Тағы да келесі элементке келдік. Бір воздушная петля. Жіпті орап алып, келесі элементті де осылай жалғастырып тоқып кете береміз. Бұл бізде 32-ші қатар. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. 32-ші ретті соңына дейін тоқыдым. Енді 3-ші воздушная петляға осылай біріктіреміз және арочкаға өтеміз. Байланыстыру арқылы. Енді 3 воздушная петля. Жіпті іліп аламыз. Осы арочкаға 1 столбик с накидом, 2 воздушная және тағы да 2 столбик с накидом. Осы элементті әрбір осы алдыңғы узордағы элементтің үстіне осылай тоқу арқылы 33-ші және 34-ші қатарды тоқимыз. Араларына ешқандай воздушный петля тоқымаймыз, тек қана осы элементті ғана тоқып соңына дейін тоқып шығамыз. Және 34-ші рядты да осылай тоқып шығамыз. Екі столбик, 2 воздушная және де осы бір арочкаға 2 столбик. Мінекей 3 элемент тоқыдым. Келесі элементке тағы да осылай жіпті орап алып, келесі элементке осылай тоқып кете береміз. 2 воздушная және де осы арочкаға 2 столбик. Бір накидпенен жіпті орап алып, келесі элементті осылай соңына дейін осылай тоқып шығамыз. 33-ші қатар және 34-ші қатарды осылай еш өзгеріссіз 2 қатар тоқып шығамыз. Неке 33-ші, 34-ші қатарды тоқып бітірдім. Енді 3-ші воздушный петляға осылай байланыстырамыз. Осыменен біздің береткамыз өз мәресіне де жетті. Енді біздер оның жиегін осылай әрлеп жабамыз, әдемі болып тұру үшін. Ол үшін байланыстырған жерімізден бір воздушный петля жоғары көтерілеміз және осы жерге крючогымызды салып, жіпті іліп шығып, осылай бір таяқша тоқимыз. Әрбір осы воздушный петлялардың үстінен осылай бір столбик без накида тоқып отырамыз. Және мынау арочканың ішіне 2 осындай таяқшаны тоқимыз. Және жоғары қарай 3 воздушный петля. Және тағы да осы арочканың ішіне тағы да осындай 2 таяқша тоқимыз. 1 және 2. Сонда осындай жиегі ажурный болып шығады. Келесі воздушный петляға бір столбик без накидадан, әр бір петляға осылай бір столбик без накидадан тоқып отырамыз.
мынау арочкаға келген кезде мінекей 2 столбик без накида, 3 воздушная петля, және тағы да осы арочкаға тағы да 2 столбик. Бірден тоқимыз. Сосын әрбір осы бастың үстінен осылай тоқып кетеміз. Тағы да арочкаға келдік. Осы жерде тағы да 2 столбик без накида, 3 воздушный, тағы да осы жерге 2 столбик без накида тоқып кетеді. Неге сонда осындай әдемі ажурный болып шығады жиегі. Осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Неге менің береткам өз мәресіне жетті. Неге осындай әдемі ажурный беретка тоқылып шықты. Мынау 1,5 миллиметрлік крючокпен тоқылған. Бұның объемы кішкене кішілеу болып шығады. Мынау 2 миллиметрлік крючокпен тоқылған. Кішкене диаметрінде айырмашылық бар. Менің мастер-классым ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.